Ал енді құжат қандығы бойынша мен сіздерге сұрақтар қоямын, иә? Үй тапсырмасы бойынша 3 топқа бөлініп алдық қой. Жібек тобы, керуен тобы, карта тобы, иә? Олардың өздері артық болды. Сондықтан да олар дәл егіншілік шаруашылығы қатты дамыған жоқ. Олар байлықты жырқумен есептеген. Ал плазмократия негізіндегі термия сәйкес келетін болсақ, ол қара, түйе, ірі малдарды оларға сол малдарға бай деп санаған. Өйткені олар дала жолы іске қосылды. Осы дала жолы Ұлы Жібек жолы деп аталды. 1877 жылы белгілі неміс географы Фердинанд фон Рихтхофен ұсынды. Bir-birimizге түсіндіреміз. Егер тақырып түсініксіз болса, қасымыздағы оқушыларға бәрі түсіндіреді. Ол міндетті емес, бірақ қасымыздағы оқушылар түсініп жатса, ол жақсы ма? Бұл жеке жұмыс ретінде қарастырасыз, иә?